сәлеметсіздер ме? Қазір бізде жаратылыстану пәні. Бүгінгі сабақтың тақырыбы дыбыстың шағылуы деген не? Сабақты жүргізетін Құттымұратова Балзия. Балалар, ең алдымен компьютердің алдында дұрыс отыру ережесін есімізге түсірейік. Бойымызды тік ұстап, аяғымызды еденге тигізіп, көзімізбен монитордың арақашықтығын сақтаймыз. Бүгінгі сабағымызды мына өлең шумақтармен бастайық. Көтеріңкі көңіл-күймен біз сабақты бастаймыз. Сәттілікті бірге тілеп, ережені сақтаймыз. Мұғалімнің айтқандарын жадымызда сақтаймыз. Біліп, алып, құштарланып, алдыға қадам бастаймыз. Жарайсыңдар. Үй тапсырмасын тексеру мақсатында қазір сендермен есіңе түсір атты әдісін қолданамыз. Мен сендерге сұрақтар жазылған карточкалар таратып беремін, сол сұрақтарға жауап жазасыңдар. Содан соң мен оны жинап алып тексеремін. Жарайсыңдар оқушылар. Бүгінгі біздің жаңа тақырыбымызды анықтау үшін мына бейнебаянға назар аударайық. Мұқият қараймыз. Балалар, бейнебаян не туралы? Бейнебаяннан не түсіндіңдер? Жаңғырық деген не? Ол қалай пайда болады? Жарайсыңдар оқушылар. Бүгінгі біздің тақырыбымыз жаңғырыққа байланысты. Жаңа тақырыптың аты дыбыстың шағылуы деген не? Оқушылар, тақтадағы суретке мұқият назар аударыңдар. Негеш пен Эврика қайда жүр? Дұрыс, таулы аймақта. Олар не істеп тұр? Негешке назар аударыңдаршы. Негеш не істеп тұр? Суреттегі сызықтар нені білдіреді? Балалар, тағы қандай дыбыстар естілуі мүмкін? Ол дыбыс неліктен пайда болады? Балалар, шағылу деген не? Дыбыстың шағылуы мүмкін бе? Тамаша, жарайсыңдар оқушылар. Дыбыстың шағылуынан пайда болатын құбылыс жаңғырық деп аталады. Осыны есімізде сақтаймыз. Ал енді оқушылар, бойымызды сергітіп алайық. Тақтада тұрған суретті бақылаңдар. Суретке мұқият қара. Суреттегі құбылыстарды түсіндіріп көріңдер. Осындай құбылысты тағы қайда кезіктіруге болады? Өз пікірлеріңмен бөлісіңдер. Тамаша оқушылар, жарайсыңдар, рахмет. Оқушылар, аспаптардың дыбысы қалай күшейетінін білесіңдер ме? Тақтадағы суретке мұқият қарайықшы. Қандай аспаптар көріп тұрмыз? Қазақтың ұлттық аспаптары домбыра, сазсырнай, жетіген және де гитара бейнеленген. Ал енді балалар, сұраққа жауап беріп көріңдерші. Аспаптардың дыбысы қалай күшейеді? Ойланып, өз пікірлерімен бөлісіңдер. Рахмет оқушылар, жарайсыңдар. Яғни дыбыстың шағылуы дегеніміз дыбыс көзінің белгілі бір кедергіге соқтығысқан кездегі пайда болатын құбылысты дыбыстың шағылуы деп атаймыз. Ал қазір барлығымыз зерттеу жұмысын орындаймыз. Қазір біз шағылған дыбысты қалай естуге болатынын анықтаймыз. Ол үшін бізге сағат және қорапша және бетін жабатын тарелка немесе қатты қағаз керек. Сағатты оятқыштың уақытына келтіріп, оны ашық алаңда, яғни партаның үстіне қоямыз. Дыбысы қалай шықты? Бір қалыпта шықты. Ал енді осы дыбыстың шығуына кедергі келтіретіндей құрал қоямыз, яғни қорапты бетімен жабамыз. Балалар, қандай дыбыс шықты? Қандай өзгеріс байқадыңдар? Сағатқа кедергі келтіру мақсатында қойылған қораптан шыққан дыбысты осы дыбыстың шағылуы деп атаймыз. Яғни жаңағы шыққан дыбыс бұл шағылған дыбыс. Яғни біз шағылған дыбысты қалай естуге болатынын анықтадық. Жарайсыңдар оқушылар. Ал қазір барлығымыз білетін еркін микрофон әдісін қолданамыз. Яғни бүгінгі сабақ бойынша өздеріңе тиімді болған білімді қызықты мәліметтермен бөлісесіңдер. Жарайсыңдар, рахмет. Ал енді мен қазір сендерге шарлар таратып беремін. Ол боялмаған. Қазір сол шарларды сендер бояйсыңдар.
Бүгінгі сабақты жақсы деңгейде өтті деп есептесеңдер, қызықты болған болса, шарды жасыл түске. Ал егерде сабақ ортаңғы деңгейде өтті деп есептесеңдер, сары түске. Егерде сабақ сендерге мүлдем ұнамаған болса, қызықсыз өткен болса, қызыл түске бояйсыңдар. Жарайсыңдар оқушылар, рахмет. Үйге бүгінгі тақырыпты жақсылап, оқып, қайталап келеміз. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Сабақ үшін рахмет. Сау болыңдар.